саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен орыс тілді аудиториясына арналған қазақ тілі пәні сабағын ары қарай жалғастырамыз. Бұл жалпы шолу, тақырыптарға шолу, солар бойынша белгілі бір терминдерді, сөздерді, сөз тіркестерін, мәтіндер үйрету, мәтіндермен таныстыру мақсатында. Және де сабақ грамматикалық тұлғаларды үйрету емес, лексикалық тіл дамыту мақсатына бағытталған. Бүгінгі тақырыбымыз отбасындағы сыйластық. Енді әдеттегідей ой түрткіс танымдық сұрақтарға жауап берейік. Сіздің отбасыңызда қандай ұлттық дәстүр сақталған? Тақырыптың өзі отбасы, отбасындағы сыйластық. Әр отбасында өзі қалыптасқан бір дәстүр болады, бұл жерде ұлттық дәстүр туралы айтылып тұр. Сондықтан өзіңіздің отбасыңызда тұсаукесер, сүндет той, шілдехана, тағы да үйлену тойы сияқты көптеген басқа да толып жатқан салт дәстүрлер, әдет ғұрып сақталған болса, егер көрген болсаңыздар, сондай құда түсу деген сияқты жаңағы аталған тойларды көрген болсаңыздар, сол туралы айтсаңыздар. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің деген мақалдың астары неде? Бұның құпиясы қандай? Бұның тәрбиедегі маңызы неде? Неге кейбір адамдарды көріп, осы мақалды пайдаланады, кісілер айтады? Қандай жағдайда айтылады? Үшінші сұрақ, мемлекет пен отбасы арасында қандай ұқсастықтар бар деп ойлайсыз дейді. Кейбір кезде мүмкін сіздер естіген боларсыздар, кейде адамдар қалжыңдап айтып жатады, біздің үйде президент отағасы, премьер-министр мен, халық балалар деген сияқты бір қалжыңдар айтылуы мүмкін, Бұл қалжың болса да шындыққа жақын, ол қалжыңның астары да неде, мынау айтылған сөздің астары неде, мемлекет пен отбасының қандай ұқсас жақтары бар, қандай айырмашылықтары бар, сол туралы жауап берсеңіздер. Енді осы отбасындағы сыйластық тақырыбына байланысты мәтін беріліп тұр. Мәтінде қазақ халқы ерте заманнан ақ отбасы берекесі, татулық, шаңырақтың беріктігі туралы дүние танымын қалыптастыра білген. Баланы жас кезінен бастап үлкендерді сыйлап, ақыл кеңестерін тыңдауға үйреткен. Олардың санасына атан алдындағы парыз, отан алдындағы міндеттерді құя білген. Үйлену оңай, үй болу қиын деп, асығып үйленудің арты жақсы отбасы болуға апара бермейтінін түсіндірген. Атаңа не істесең алдыңа сол келеді дей отырып, үлкенді құрметтеуді, ата-ананы сыйлауды міндеттеген. Өзің әке-шешеңе қалай қарасаң, балаларың да саған солай қарайды деп айтып отырып, жаман әдеттерден аулақ болуға баулыған. Анасына қарап қызын ал деген аталарымыз ертең ақ бір үйге келін болатын қыз баланың анасына да қатаң талаптар қоя білген. Өзі жақсы ана қызына да жақсы тәрбие бере алатынына сенген. Өз отбасыңмен ғана шектелмей, елді де көркейтуге тырыс. Ел алдындағы парызыңды естен шығарма деген тұжырымын, ел болам десең бесігіңді түзе деген мақалға сыйғызған. Кез келген шаңыраққа бала бақыт әкеледі. Қазақ халқы үшін отбасында қыз өзге үйге кететін қонақ іспеттес. Ал ер бала сол шаңырақтың иесі. Ер жігіт өзінің жарын да дұрыс таңдай білсе, ол бағы. Ал нашар болса, соры. Халқымыз айтқанындай, еркек үйдің егесі, әйел үйдің шегесі. Бұның да мағынасын білу керек, балалар. Жас баланың тәрбиесі ата-анаға артылар зор міндет. Анасына қарап қызын алған, әкесіне қарап ұлын таныған. Бұл халықтың даналығы. Отбасы сыйластығы бала бақытына апарар жол. Ата-анасын сыйлаған ұл халқын да сыйлар азаматқа айналады.
сыйластығы жарасқан, бір-бірін ғана емес, ауыл аймақты үлкен кішіні құрметтеп тұратын жанұя мүшелеріне қызықпайтын адам болмайды. Тату отбасы өмірдің қиыншылықтарынан сүрінбей өтеді. Себебі бірлік бар жерде тірлік бар. Міне, құрметті студенттер, осы мәтіннің ішінде қандай сөздер мен сөз тіркестерді білмейсіз, соны теріп жазуларыңыз керек. Одан кейін оның мағынасын түсіну керек. Бір студентте көп болса, екіншіңізде аз болуы мүмкін. Өйткені сөйлеу дәрежелеріңіз, білу дәрежелеріңіз әртүрлі. Бірақ мына жерде біз кейбір сөздерге мағлұмат беріп кетеміз, аудармасын береміз. Ақыл кеңес, совет, аулақ болу, быть подальше, тұжырым, концепция, бақыт пен сор, фразеологизм, сыйластығы жарасу, уважать друг друга, сүрінбей өту, құламау, быть способным не падать деген сияқты. Енді бұл бірнеше сөз тіркесі болғандықтан мағлұмат беріп отырмыз, ал жеке сөздерді сіздер өздеріңіз тауып алыңыздар. Енді осы мәтін бойынша жұмыс істейміз. Мәтінге ат қоямыз, өйткені атауы жоқ, өздеріңіз көрдіңіздер. Және де ол қойған атауларыңыздың мағынасын түсіндіріңіз, неге солай қойдыңыз, соны айтыңыз. Мәтінде кездесетін мақал мәтелдерінің ішінен өзіңіз екі мақал таңдап алып, соны түсіндіріңіз, өмірден мысал келтіріңіз. Бұл мәтін бойынша жұмыстар. Енді біз сіздерге бейнеролик береміз. Сол бейнероликті көріп болғаннан кейін сол бойынша оның басты идеясы неде, соны түсіндіріп айтыңыз. Және де ролик бойынша өзіңіздің курстастарыңызға сұрақтар дайындаңыздар. Сол сұрақтың жауабы дұрыс па, жоқ па, соны бағалаңыздар. Мынау міне сілтеме, ссылка бейнероликке. Енді тағы да қосымша жұмыстар, қосымша тапсырмалар орындаймыз. Мына сөйлемдерді аяқтау керек. Жаңа егерде жақсы түсінген болсаңыздар тақырыпты, мәтінді, онда сөйлемдерді аяқтау қиынға соқпайды. Аталарымыз баланы жас кезінен бастап үлкендерді сыйлап, етістік бар, бұл жерде. Үйлену оңай, жалғасы бар мақал мәтелдің. Асығып үйленудің арты неге соғады? Өзің әке шешеңе қалай қарасаң, ол да мәтінде болған, анасына қарап, не істе дейді? Ел болам десең, тату отбасы өмірдің қиыншылықтарынан, онда да етістік бар, бірлік бар жерде жалғастыру қажет. Енді қосымша тапсырмалар тағы да беріп отырмыз. Синоним, антоним, амоним дегенді білесіздер. Сол бойынша мына сөздердің қастарына жазып кесте қылып толтырыңыздар. Сараңдық, кедейлік, жұмсау, жібі түзу, шектен шығу, балауыз шам, ілбеген жарық, бүліну, құты, ләззат, жан шуағы, жүрек жылуы деген сияқты сөздер. Міне, мынау сияқты қылып толтырасыздар, бұл үлгі. Енді үй тапсырмасы 10-15 сөйлем сұрақтар бойынша жазасыздар. Содан кейін қазіргі бала тәрбиесі, енді өзіңізде болашақта ата-ана боласыз. Сол кезде бала тәрбиесін қалай жүргізесіз, балаңызды қалай тәрбиелейсіз, сол туралы айтсаңыз. Отбасы тәрбиесі мен ұстаз тәрбиесі, яғни қазір университетте тәрбие жұмыстары жүргізіле ме, жүргізілсе, немесе сабақтың үстінде тәрбие жұмыстары да қосымша мақсат етіліп жүргізіледі. Оның үйдегі тәрбиеден қандай айырмашылығы бар. Содан кейін жастардың, өзіңіздің айналаңыздағы достарыңыздың, құрбыларыңыздың сізге ұнайтын немесе ұнамайтын қандай мінез қылықтары бар, сол туралы жазып келсеңіздер. Енді бүгінгі сабақта не білдім,
білгенімді болашақ мамандығымда қалай пайдаланам, сабаққа қалай қатыстым деген сұрақтарға да жауап жазып келсеңіздер. Міне, бүгінгі тақырып бойынша қысқаша осы. Тағы да үйден қарап, тағы да сөздерді игеріп, берілген тапсырмалармен жұмыс істеп келіңіздер. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.